Жаз келсе болды, ауылдың да қаланың да әңгімесі бір. Бірі үйін жөндеп ремонт деп әлек болса, енді бірі шабаданына киімін сыйдыра алмай, шетелге жол қамын жасайды. Тіпті қазір әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз болды, Түркияға 250 мыңнан, Вьетнамға 300 мың, Дубайға арзан тур деген жарнамалар қаптап кеткен. Тур сататын компания да көбейді, таңдау да көп. Бірақ жарнамадағы бағаға бірден сене салмай, есеппен жүрген дұрыс. Көршінің қызы қазақстандықтар үшін арзан елдер зерттеп көрді. Әлеуметтік желіні аша қалсаңыз болды, Дубайға менімен барыңыз, Түркияға 5 күнге 300 мыңға саяхат жасаймыз деген видеолар қаптаған. Қолданушыларының өзі де бір-біріне кеңес беріп жатады. Көптің айтуынша, шетелге арзан барудың ең тиімді жолы сапарды алдын ала жоспарлау, яғни демалысқа шығатын уақыт белгілі болса, әуе билетін де, қонақ үйді де кем дегенде 2-3 ай бұрын брондап қойған тиімді, сонда бағасы әлдеқайда төмен болады. Жаздың 2 айда өтіп кетті. Әлі де шекара асып демаламын десеңіз, міндетті түрде дайын тур пакет аламын деп асықпаңыз. Егер саяхатты өзіңіз ұйымдастыра алсаңыз, арнайы сайттар арқылы қонақ үй немесе пәтерді брондап, едәуір ақша үнемдеуге болады. Кейде дәл сол қонақ үй туроператор ұсынған бағадан әлде қайда арзан болып шығуы да абзал. Әуе билеттерінде бірнеше сервистен салыстырып қараған дұрыс. Бір күннің өзінде билет құны бірнеше ондаған мың теңгеге өзгеріп, қымбаттауы мүмкін. Баратын еліңіздің мәдениеті мен заңдарын да бір оқып, алдын ала қайда баруға болатынын да жоспарлап алған жөн. Сонымен қатар билеттің бәрін сенбі, жексенбі күнге емес, жұмыс күндері таңдасаңыз, бірнеше мың теңгені қалтада қалдырасыз. Ал қай елді таңдаған тиімді? Егер бюджетіңіз шектеулі болса, көпшілік Вьетнам мен Таиландты ұсынады. Теңізі жылы, табиғаты көркем, тамағы мен көлігі де салыстырмалы түрде қол жетімді екен. Көрші Өзбекстан мен Қырғызстанға да жол шығыны аз болғандықтан сұраныс жоғары. Ал Түркия бұрынғыдай қазақтың ең сүйікті бағыты болғанымен, биылғы бағалар біраз өзгерген, яғни қымбаттаған. Ыстанбұлда қоғамдық көлік пен такси құны шамамен 10%-ға өсіпті. Ал мейрамханалардағы бағалар да біртіндеп қымбаттап келеді. Сондықтан бұрынғыдай бәрі арзан деп Түркияға асығып айтудың қажеті жоқ. Бір лира 10 теңгеге жуықтайды. Түріктің таңғы асын ішіп, Босфор жағасында дем алып, семет жегіңіз келсе, түрік сериалдарын қарап, түрікшеңізді қазірден бастап жақсарта беріңіз. Дегенмен бұл жылы қазақстандықтар таяу шығысқа асықпаса болады. Ондағы саяси жағдай әзірге әлем жұрты үшін қауіпсіз болмай тұр. Сондықтан Дубай сынды демалыс орындарына асықпай, оның орнына басқа бағытты таңдаған абзал. Қазір саяхаттау бұрынғыдай тек қалтасы қалың адамдардың ғана ермегі емес. Ең бастысы дұрыс жоспарлай білу. Билетті ертерек алу, қонақ үйді алдын ала брондау, бағаларды салыстыру және жеңілдіктерді бақылап отыру арқылы қомақты қаржыны үнемдеуге болады. Сондықтан шетелге демалуға шықпас бұрын қай ел арзан дегеннен гөрі қалай тиімді бара аламыз, жоспарлай аламыз деген сұраққа жауап іздеп, түрлі билет пен қонақ үйдің бағасын салыстырыңыз, құрметті көрермен.